Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кредит арнасы. Бүгін мен сіздерге Forbes басылымы жайлы айтатын боламын. Бизнес басылым немесе бизнес десе Forbes тізімін қоса айтамыз. Журнал тек рейтинг шығармайды. Сол үшін Forbes журналы туралы ақпарат беруді жөн көрдім. Forbes қандай басылым? Forbes Американың қаржы экономикалық журналы, әлемге абыройлы және әйгілі басылым. 1917 жылы Берти Сарл Форбстың бастамасымен жарық көрді. Штаб пәтері Нью-Йорк орталығында орналасқан. Форбста жиі жарияланатын жаңалықтар. Сәтті басталған жобалардың тарихы мен олар ұстанатын тауарлар. Сәтсіз жобалардың тарихы және себебі. Табысты кәсіпкерлердің өмірі мен қызметі. Бизнес саласында орын алған ірі оқиғаларды зерттеу. Әлемнің ең бай адамдарының тізімі. Шоу-бизнес өкілдерінің қалтасындағы ақшасын есептеу. Кіріс және шығыс. Бизнес сиқыр. Forbes журналының деңгейі. Forbes аудиториясы жағынан 6500 данамен шығатын Bloomberg Business Week басылымнан кейін екінші орынды иеленеді. Журналдың әр санында ірі компаниялар, олардың басшысы, жетекшісі жайлы 60 аналитикалық мақала жарық көреді. Forbes басылымының аудиториясы әлем бойынша 6.300.000 адамды құрайды. Forbes қалай танылды? Ерекше танымалдылыққа табысты адамдардың тізімі мен рейтингін жасау арқылы қол жеткізді. Бұл процесс 1918 жылы басталды. Бірінші рет 30 америкалық байлардың есімдері жарияланды. Ең алғашқы рейтингтің көшбасшысы жағдайы $1 миллиард 200 миллион бағаланған Джон Рокфеллер болды. Оқырмандарды қызықтырған Forbes басылымының тізімдері. Әлем миллиардерлері 1987 жылдан бастап шығарылады. Forbes 400 ақш-тың ең бай адамдары 1987 жылдан бастап шығарылады. Forbes 2000 әлем бойынша кірісі жоғары атақты компаниялар. Forbes 500 ақш-тың табысты компаниялары. Forbes журналының таралуы. Бүгінде 70 мемлекетте 26 тілде 40 жергілікті нұсқасы шығарылады. Бұл мемлекеттердің қатарына Ресей, Польша, Германия, Қазақстан, Эстония, Япония, Бразилия, Корея, Қытай, Украина енеді. Қызықты деректер. Соңғы 30 жыл ішінде 5 адам ғана ғаламшардағы ең бай адам атағын иемденді. Билл Гейтс соңғы 22 жылда 17-ші орында тұрақтады. 2016 жылы Forbes тізіміне енген 66 миллиардер 40 жасқа толмаған кәсіпкерлер. Александр Андерсен Forbes тізіміндегі 19 жастағы алғашқы миллиардер. Оның әпкесі Катерина Андерсен 20 жасында миллиардер атанған екінші адам. Ең бай адамдардың тізіміне қосылған кәсіпкер әйел Чжоу Сунфэй 6 миллиард долларды құрайтын байлықтың иесі. Lens технология компаниясының 88% акциясы тиесілі. Бұл компания Apple және Samsung'тың ұялы телефондары мен планшеттеріне арналған әйнек қаптарды өндіреді. Соңғы 12 жылда Марк Цукерберг жеке капиталына 11 миллиард 2 миллион долларды жинақтаған. Басты себеп Facebook акциясы 35%-ға өсуінде. Дағдарыстың себебінен биыл Forbes тізімінен 221 миллиардер алынып тасталды. Уоррен Баффет тізімдегі 3-ші орынды иеленген бай адам. Алайда оның Berkshire Hathaway компаниясындағы акциясы 14%-ға төмендеп, шамамен 12 миллиард долларын жоғалтып алған. Рейтингте мұрагерлік жолмен байлыққа қол жеткізіп, миллиардер атанған 10 ғана әйел бар. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар кредит арнасы. Видео ұнаса, сізге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.